Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті әріптестер және оқушылар. Бүгін біздің талдайтын тақырыбымыз алюм дегеніміз не? Алюм дегеніміз жалпы біз осы уақытқа дейін белгілі білетін H2SO4 ерітіндісі. Яғни дұрыс па? Ерітінді есебі. Ол кезде еріген затымыз H2SO4 болатын болса, еріткішіміз кім? Су. Ал бүгінгі тақырып алюм. Алюм дегеніміз еріген зат SO3 болса, еріткіші H2SO4. Яғни сонымен біздің реакциямыз шығады. H2O-ға қосамыз нені? SO3-ті. Шығады H2SO4. Алюм есептерінің типтері 4 тип бар. Күрт ангидрид, яғни SO3-ке H2O су қосу, одан кейін екінші типі күрт ангидридке H2SO4 ерітіндісін қосу, үшінші тип алюмге су қосу, және төртінші тип алюмге H2SO4 ерітіндісін қосу болып табылады екен. Ары қарай қарастырамыз. Барлық типтегі есептерде су мен күрт ангидридінің мөлшеріне байланысты екі жағдай болады. Бірінші жағдай алюм түзілсе, яғни қандай жағдай түзіледі екен? Күрт ангидрид артық болса. Ал екінші жағдай қышқылдың судағы ерітіндісі түзіледі, су артық болатын болса. Ал осы типтерге байланысты бізде екі жағдай бар. Алюм түзіледі. SO3-ке алюм түзіледі деген SO3 артық болатын болса, қышқылдық судағы ерітіндісі түзіледі, су артық болатын болса. Ал ары қарай қарастырып есеп бойынша түсіндіретін болсақ сіздерге. Массасы 36 мл, массасы 200 грамм ангидридке 36 мл не қосты? Су қосты, қараңыздар. Және алынған алюмде күрт ангидридінің массалық үлесі алюмдегі. Күрт ангидрид су қосты, яғни біздегі бірінші тип болатын болса, екінші жағдайымыз алюм түзіледі. Қандай жағдайда? SO3 артық болатын болса. Әрі қарастырамыз. Массасы 60 грамм күрт ангидридіне 100 мл су қостық. Және алынған ерітіндіде күрт қышқылы массалық үлесі. Күрт ангидрид, яғни SO3-ке не қосылды? Су қосылды. Бірінші тип болатын болса, алынған күрт қышқылы массалық үлесі қышқылдың судағы ерітіндісінің жағдайы екінші жағдай деп қарастырады екенбіз. Ал массасы 300 грамм 91% күрт қышқыл ерітіндісіне 200 грамм күрт ангидриді қосылды. Алынған алюмде күрт 6 вариант оксидінің массалық үлесі күрт қышқыл ерітіндісіне қосылды, ангидрид қосылды. Бізде қайсысы екінші типке жатқызады екенбіз. Және алюм түзіледі екен жағдайы солай қарастырамыз. Енді массасы 120 грамм 30% күрт қышқыл ерітіндісіне массасы 80 грамм күрт ангидрид қосылды. Алынған ерітіндіде күрт қышқылының массалық үлесін есептеңіздер. Күрт қышқыл ерітіндісіне 80 грамм ангидрид қосылды, яғни алюмге H2SO4 қостық, яғни төртінші тип, және күрт қышқылының массалық үлесі екінші жағдай деп қарастырады екенбіз. Және де массасы 490 грамм 40% алюмге 27 мл су қосты. Алынған алюмдегі күрт ангидридінің массалық үлесін табыңыз дейді. Ал кім берген бізде? Алюм берілген. Алюмге су қосылды. Ал қай тип? Бірінші тип. Алынған алюмде күрт ангидридінің массалық үлесін есептеңіз. Кімдікі? Алюмнің массалық үлесі, яғни алюм түзіледі екен деп қарастырамыз. Және де массасы 100 грамм 20% алюмге 80 мл су қосты. Алынған ерітіндіде күрт қышқылының массалық үлесін анықтаңыз. Алюмге су қосу. Қайсы? Үшінші тип болатын болса, үшінші типке қарастырамыз, және жағдайларға келетін болса, күрт қышқылының массалық үлесі қышқылдың судағы ерітіндісі түзіледі, су артық болса деген екінші жағдай қарастырады екенбіз. Массасы 470 грамм 40% алюмге 30 грамм 10% күрт қышқылының ерітіндісін қосты. Алынған алюмде күрт қышқылының ангидридінің массалық үлесі. Күрт қышқылының ерітіндісіне алюмге істедік, төртінші типке қарастыр. Алюмге H2SO4 қостық, және жағдайға келетін болса, алынған алюмдегі күрт ангидрид, яғни алюм түзеледі. Бірінші жағдай деп қарастырамыз. Ал массасы 200 грамм 40% алюмге массасы 30 грамм 10% күрт қышқылының ерітіндісін қосты. Алынған ерітіндіде күрт қышқылының массалық үлесін есептеңіз дейді сізге. Яғни типке келетін болса, алюмге не қостық? Күрт қышқыл, яғни төртінші тип болып табылады бізде, ұмыт кетпеңіз. Және алынған ерітіндідегі күрт қышқылының массалық үлесі, яғни жағдай қайсысы? Екінші жағдайға тура келеді екен. Біз есеп шығаруды бастаймыз. Бірінші есеп. Күрт ангидридке су қосу, яғни күрт ангидрид артық алюм түзіледі дейді. Массасы 200 грамм күрт ангидридіне 36 мл су қостық. Және алынған алюмде күрт ангидридінің массалық үлесін есептеңіз дейді. Алюм бізде
күкірт ангидриді кім? SO3. Массасы 200 грамм. Ал 36 миллилитр не қосылды? Су қосылды. H2O. Алынған алюмда күкірт ангидриді, яғни алюм пайда болған. Бізде алюм SO3 және H2SO4 деп қарастырамыз. Ал реакция бойынша есептеп шығарайық. Бізде кім артық? SO3 артық екен. SO3-ке қосу, су қосамыз. Сол жағдайда H2SO4 түзіледі екен. Ал қараңыздар, бізде кім артық? Күкірт ангидриді артық. Біз не істейміз? Сумен шығарамыз. Яғни судың көлемі 36 мл, барлығымызға белгілі. M тең V көбейтілген ρ деген формула арқылы судың тығыздығын бірге тең деп қарастыра отырып, судың массасын 36 грамм деп аламыз. Ал MR-іміз 18, барлығымызға белгілі. Ал SO3-тің массасын табамыз. SO3-тің массасы қанша? 80 грамм молекулалық массасы. X тең 80 көбейтілген 36 бөлінген 18. Ал сол кезде 36 мен 18 қысқартамыз, яғни жауабымыз 40 грамм болады екен бізде. Ал бізде баста күкірт ангидриді жеді 200 грамм. Ал біздің реакцияға кеткеніміз неше? 40 грамм. Жұмсалғанымыз. Яғни неше қалды артық? 160 грамм артық SO3 қалды. Артық деп жазып қояйық. Ал бізде 200 грамм еді 36 метр болса. Яғни ертіміз неше бізде сонда? 236. Ол неше? 100% деп қарастырамыз. Ал біздегі артық қалған ангидридіміз 160 грамм. Ол X% деп қарастырайық. X тең 236-на көбейтеміз 100-ге. Дұрыс жазылмай кетті. Так астында 160. X тең 67-де 8% болып табылады екен. Ал бірінші есебіміз осылай аяқталды. Жалғастырамыз екінші есеп. Массасы 60 грамм күкірт ангидридіне 100 мл су қосты. Алынған ерітіндіде күкірт қышқылының массалық үлесін есептеңіздер дейді. Күкірт ангидрид кім бізде? Так. Екінші есепке көшсек. Ал ангидрид SO3. SO3 ангидридке не қосамыз? Су қосамыз. H2SO2-ны қосамыз. Яғни 60 грамм су 100 миллилитр. Реакция жазамыз. H2 қосылған SO3 шығады. H2SO4. Так, 60 грамм SO3 астында MR-іміз 80, яғни бізде су артық. X дейміз. Астында 98. X тең 60 көбейтілген 98 бөлеміз 80-ге 73-те 5 грамм шығады екен. Ал бізде не пайда болды? Күкірт қышқылының ерітіндісі, яғни H2SO4 және кім? Су. Ал бізде басты қанша еді? 60 грамм, одан кейін 100. Енді ерітіндіміз неше болды? 160. 160-ты 100% деп қарастырсақ, неше еріген затымыз? 73-те 5 грамм. X тең. Так, 73-те 5-те 100-ге көбейтіп 160-қа бөлетін болсақ, 45-те 94 болады дейді бізге есептегіш. Ал біз ары қарай үшінші есебіміз бастаймыз. Массасы жалпы күкірт ангидридіне H2SO4 ерітіндісін қосу типіміз SO3 артық дейді, алюм түзіледі екен жағдайымыз. Так, массасы 300 грамм 91%. Күкірт қышқыл ерітіндісіне 200 грамм күкірт ангидрид қосылды. Алынған алюмде күкірт оксидінің массалық үлесін анықтаңыз дейді. SO3 артық, біз кіммен жұмыс жасаймыз? Енді қараңыздар. H2SO4. Ал қанша дейді? 300 грамм.
қанша пайыз? 91 пайыз. Астында су қанша пайыз? 9 пайыз. Ал осы жерден тікелей тауып кетейік. 300 граммды 100 пайыз деп, оның 100 пайыз десек, 9 пайызы бізде 27 грамм болады екен. Ұмыт кетпеңіздер. Ал екінші жағы SO3 қанша дейді? 200 грамм. Ал екеуінен алынған алиум шығады дейді. SO3 және қосылған H2SO4. Ал екеуінің массасы неше болады бізде? 500 грамм. Өткен 300 грамм күрт қышқылына 200 грамм ангидрид қосылған. Ал реакцияны есеп шығарайық. SO3 қосылған су шығады H2SO4. Кеттік. Ал кім бізде? SO3 артық, кіммен жарам? Сумен. Су 27 грамм. Астында 18. X 80. X тең. Бізде 80 көбейтілген 27 бөлінген 18. Яғни 18 мен 27 қысқартамызсақ бір жарым жүр, 1,5 жүр. Яғни 80-ге көбейтетін болса, ол 120 грамм. Ал бізде бастағанша 200 грамм ангидрид бар еді. Ал неше реакцияға жұмсалды? 120 грамма. Сонда неше грамм артық қалды бізде? 80 грамм артық қалады екен. Ал бізде ерітін неше? 500 грамм дедік. Ол неше пайыз болады? 100 пайыз. Ал артық қалған SO3-іміз 80 грамм. Ал X тең бізде 16 пайыз болады. Қазір 80-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 500-ге. Сонда 16 пайыз болады екен. Ал массасы 120 грамм 30 пайыз күрт қышқыл ерітіндісіне 80 грамм ангидрид қосылды. Күрт ангидрид алынған ерітіндіде күрт қышқылының массалық үлесін есептеңіздер дейді. Баста бізде не берілген? H2SO4 берілген екен. Қанша грамм? 120 грамм екен. Так, массасы 120 грамм H2SO4-тің ерітіндісі астында не бар? Су бар екен. Ұмыт кетпеңіздер. Және неше пайыз? 30 пайыз. Осы жерден 120 граммда 100 пайыз деп 30 пайызын есептеп алайық. Неше болады? 120-ны 30-ға көбейтсек 3600, оны бөлеміз 100-ге, 36 грамм болады. Сонда біздің бастағы H2SO4 қанша? 36 грамм. Енді оған не қосылған? SO3 қосылған. Қанша грамм? 80 грамм. Не шығады дейді? Алынған күрт қышқылының ерітіндісі H2SO4 және не бар жанды міндетті су болады екен. Ұмыт кетпеңіздер. Алынған ерітінді күрт қышқылының массалық үлесін табыңыз дейді. Ал бізде ерітінді неше? 120 грамм. Оған 80 грамм күрт ангидридтен қосатын болсақ, 200 грамм болады екен. Ол ерітіндіміз 100 пайыз деп алайық әзірге. Ал реакция қарайық. SO3 қосылған су шығады H2SO4. Ал кеттік. Бізде су артық, сол жерді кіммен анықтаймыз? SO3-пен. SO3 80 грамм берілген екен бізде. Астында MR-іміз 80, X дейміз, және MR-іміз 98. 80-ді 98-ді көбейтіп 80-ге бөлетін болсақ, 98 граммның өзі шығады қайтадан. Ал енді қараңызшы, баста сізде неше? 36 грамм H2SO4 бар еді. Реакцияда неше түзілді? 98 грамм түзілді. Екеуін қосатын болсақ, 134 грамм H2SO4 түзілді. Ал енді бізде 200 грамм ерітінді. Оның үшін неше бар екен? 134. Ол неше пайыз? 100 пайыз болады. Ал X тең 134-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 200-ге. Сонда шығады 67 пайыз шығады екен. Ал мінекей.
Ал массасы 490 грамм 40% алюминге 27 мл су қосылды. Алынған алюминдегі күкірт ангидридінің массалық үлесін табыңыз дейді. Бізде алюмин, яғни не бар құрамында? SO3 бар. Және астында не бар? H2SO4. Және су қосылған. Көлемі қанша? 27 мл. Ал қарастырамыз. Енді бізде массасы 490 грамм. Неше пайыз? 40%. Ал 400 граммда 100% десек, 40%-ды x деп табатын болсақ, массасы 196 грамм H2SO4 пайда болады екен, ұмытып кетпеңіздер. Және де алынған алюминдік күкірт ангидридінің массалық үлесі, яғни 27. Бізде не шығады? Алюм SO3 және H2SO4 деп қарастырамыз. Және кеттік. SO3 қосылған су H2SO4 пайда болады екен. Ал, так, енді бізде SO3 артық, сол себептен немен қарастырамыз? Сумен су 27 грамм дейміз әдеттегідей, астында 18, 98. Так, бізге ангидрид керек қой. Так, үстіне x дейміз, астында 80 деп қарастырамыз. Мына жерде ештеңе жоқ деп ойлайық. Жалпы кеттік. 27-мен 18-ге өтін 1,5 моль, яғни 120 грамм не жүр бізде? SO3, ұмытып кетпеңіздер. Ал баста неше еді? 196. Азайтамыз 120-ны. Соны неше шығады? 76 грамм SO3 пайда болады екен. Ал бізде общий ерітінді қанша? 517, яғни 490-ға 27-ні қосамыз. Яғни ол 100% болса, біздегі артық қалғанша 76. Сонда жауабымыз 14-те 7. Яғни істейміз 76-ны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 517-ге. Сонда шығады 14-те 7%. Ал арқары жалғастырамыз. Массасы 160 грамм 20% алюминге 80 мл су қосты. Алынған ерітіндіде күкірт қышқылының массалық үлесін анықтаңыздар дейді. Не берілген? Алюмин берілген, дұрыс па? SO3. Астында H2SO4 болады міндетті түрде. Жалғастырамыз. Так, кеттік, су қостық. Су қанша? 80 мл, ұмытып кетпеңіз. Яғни артық болған. Так, 160 грамм. Оның ішіне 20% не бар? Алюм, SO3, яғни 80% H2SO4 бар. Енді 160-ты 100% деп 20% тауып алсақ, бізде не болады? 32 грамм, ұмытып кетпеңіз. 32 грамм болды. Ал реакция бойынша алынған күкірт қышқылының массалық үлесі, яғни 32-ден азайтамыз нені? 160-та. 32-ден азайтамыз нені? Біз 160-та, яғни 32-ден азайтсақ 128 грамм не бар? H2SO4 бар, ұмытып кетпеңіздер. Ал кеттік, SO3 плюс су шығады H2SO4. Су артық бізде. Кіммен жұмыстаймыз? Бізде SO3 мен. SO3 қанша бізде? 32. Астында 80, H2SO4 98. Так, калькуляторға салатын болсақ, 32-ні 98-ге бөлеміз 80-ге. Сол жағдайда бізде 39-да 2 шығады. 39-да 2 грамм. Ал не шығып жатыр? Алынған ерітіндіде күкірт қышқылы. Яғни H2SO4 и міндетті жағында не бар? Су бар, ұмытып кетпеңіздер. Ал енді қараңызшы, баста бізде 128 бар еді. Оған түзілген неше? 39-да 2. Ал қосатын болсақ 167-де 2 шығады. 167-де 2 грамм шығады.
Ал енді бізде общий қанша? 160, оған 80-ді қосатын болсақ 240. Бізде не шықты? Ерітінді шықты. Так, 167-те 2-ні x пайыз деп алатын болсақ, x-іміз біздің 69-да 7 пайыз болады екен. Массасы 470 грамм 40 пайыз алюминге 30 грамм 10 пайыз күрт қышқылын ерітіндісін қосқанда алынған алюминдегі күрт ангидридің масса құбылысын есептеңіз дейді. Так, бізге алюмин берілген, дұрыс па? Массасы қанша? 470 грамм. Так, алюмин қанша пайыз? SO3 яғни, дұрыс па? И H2SO4. Алюминіміз 40 пайыз, ал ішінде H2SO4 60 пайыз. Енді 470 граммды әдеттегідей 100 пайыз деп 40 пайыз тауып алатын болсақ x деп, ол 188 грамм болады екен. Ары қарай қарастырамыз. Массасы не берілген бізде? Күкірт қышқылы H2SO4 ерітіндісі. И астында не бар? Су бар, ұмытып кетпеңіз. Так, бұның ішінде күкірт қышқылы қанша? 10 пайыз 30 грамм, дұрыс па? Ал астында 90 пайыз екен. Ал сонда суымыз неше пайыз? Суымыз массасы неше? 30 граммды 100 пайызды 90 пайызды табатын болсақ, суымыз 27 грамм. Не шығып жатыр? Алюминде күкірт ангидриді дейді. Алюмин SO3 және H2SO4 деп қарастырады екенбіз. Және ары қарай реакциямен қарастырып көрейік. SO3 бізде артық не қосамыз? Су қосамыз. H2SO4 шығады. Ал су массамыз 27 грамм. Астында 18. Яғни 27-18-ге бөлетін болсақ 1,5 моль, дұрыс па? Ал SO3 табуымыз керек. SO3 бізде 80. X тең 80-ді 1,5-ға көбейтетін болсақ 120 грамм. Ал бастаған ангидрид неше бізде? 188. Одан азайтамыз 120-ны. Сонда 68 грамм не істейді? Күкірт ангидриді бізде артық қалады екен. Ал бізде жалпы көлем ерітіндінің массасы нешеге тең? 470-ке 30-ды қосамыз. Сонда 500 грамм. Ол бізде 100 пайыз болса 68 граммыз неше пайыз? Жауап 13-те 6 пайыз болады екен. Яғни 68 100-ге көбейтіп 500-ге бөлетін болсақ 13-те 6. Біздің соңғы есебіміз, екінші есебіміз алюминге H2SO4 ерітіндісін қосу. Су артық болса H2SO4 ерітіндісі түзіледі дейді. Массасы 240 грамм алюминге 30 грамм 10 пайыздық күкірт қышқылы ерітіндісін қосты дейді. Алынған ерітіндіде күкірт қышқылы масса құбылысын тап дейді. Так, SO3, H2SO4. Так, не қосамыз? Күкірт қышқылының ерітіндісін қостық. Міндетті түрде бар жанында су болады, ұмытып кетпеңіздер. Және алынған ерітіндіде күкірт қышқылының массалық үлесін табыңыз сізге. Так, күкірт қышқылы ерітіндісі жанында міндетті түрде не болады? Су болады екен, ұмытып кетпеңіздер. Так, 200 грамм 40 пайыз алюминге, яғни 240 пайыз алюмин, 60 пайыз не бар? H2SO4 бар. Ал 200 граммның 40 пайызын табатын болсақ, ол 80 грамм болса, ал біздегі H2SO4-тің массасы 120 грамм екен. Ал реакция құрып шығарайық. SO3 қосылған су H2SO4 шығады екен. Ал кеттік үстіне шығарамыз. Так, бізде су артық. Енді кіммен жарамыз? SO3 мен 80. Ұмытып кетпеңіз. Астында неше? 80 H2SO4-ті табады екенбіз. Қанша бізде? 98 деп қарастырамыз. И ол 98 грамм болады. Енді біз ұмытып бара жатырмыз мына жерде. Бізде H2SO4 неше екен? Массасы ерітіндісінің 30 грамм. Ал осы жерде бізде 10 пайыз болса, ол неше? 3 грамм. Ал қарастырамыз. Бізде баста ерітіндіде неше? 120 грамм. H2SO4 бар. Оған түзілген 98 граммды қосамыз. Және оған қосамыз 3 граммды. Сонда
221 грамм шығады екен, ұмытып кетпеңіздер. Ал бізде етін неше? Баста 200 еді, оған 30 граммды қоссақ 230 грамм. Ол неше пайыз? 100 пайыз. Так, 221-ді x пайыз дейміз. Ал сонда 220-ге көбейтіп 230-ға бөлетін болсақ, 96-да 1 пайыз шығады екен, ұмытып кетпеңіздер. Ал алиумды сіздерді түсінді деп ойлаймыз. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар.